Саламатсыңдар ма балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы негізгі және туынды зат есім. Бүгінгі сабақта сөйлемнен зат есімді табуды білесің. Зат есімді сөз құрамына талдауды, түбірге жұрнақ жалғау арқылы туынды зат есім жасауды үйренесің. Экранға мұқият назар аударамыз. Сендер экраннан киіз үй мен ағаш үйді көріп тұрсыңдар. Балалар, киіз үй мен ағаш үйді салыстыр. Олардың ортақ белгілері мен өзгешеліктерін ата. Мәтінді оқы. Киіз үй мен ағаш үй. Ертеде екі адам дос болыпты. Біреуі орыс, екіншісі қазақ екен. Екеуі қазақтарға киіз үй, орыстарға ағаш үй жасап, көп табыс тауып жүреді. Күндердің күнінде екеуі ұрсып қалыпты. Біреуі киіз үйді, біреуі ағаш үйді мақтаумен бір шешімге келе алмай, Әділ қазыға жүгініпті. Әділ қазы, екеуіңдікі де дұрыс. Киіз үй көшіп қонып жүруге қолайлы. Ал қыста жұмыс адамына тынығу үшін, түнде ұйықтау үшін жылы ағаш үй керек. Сондықтан қазақ, сен бір киіз үй, ал орыс, сен бір ағаш үй жасап ал. Бірақ екеуіңнің үйді бірігіп салғандарың жөн. Сонда қыс түскенде ағаш үйде, жаз шыққанда киіз үйде бірге тұра бересіңдер депті. Әділ қазының төрелігіне екеуі де риза болып, рахметтерін айтыпты. Балалар, мәтіннен негізгі зат есімдерді тауып, киіз үйге орналастыр. Негізгі зат есімге жұрнақ жалғап, туынды зат есімдер жасап, оны ағаш үйге орналастыр. Мәтінде кездескен негізгі зат есімдер: дос, табыс, төре. Ал енді осы сөздерден туынды зат есім жасаймыз. Достық, табыскер, төреші. 32-ші жаттығу. Өлеңді көркем жаз. Менің атам жайлауға малын айдап шығыпты. Көк шалғынды қойнауға киіз үйін тігіпті. Қарап шықтым біртіндеп, бар жиһазы жарасқан. Туырлығын түргенде көрінеді көк аспан. Балалар, өлең не туралы? Өлең киіз үй туралы. Өлеңде кездескен зат есімді сөз құрамына талдап көрейік. Атам, түбірі ата. М әрпі ол жалғау болады. Малын, мал зат есім, түбірі мал, ын жалғау. Үйін, түбірі үй, ін жалғау. Жиһазы, түбірі жиһаз, жалғау. Туырлығын, бұл сөздің түбірі туырлық, ын жалғау. Аспан, бұл негізгі зат есім болып табылады. Өлеңде кездескен туырлық сөзінің мағынасы: киіз үй керегесінің сыртынан жабатын киіз. Экранға мұқият назар аударамыз. Киіз үйдің жабдықтарын ата. Шаңырақ, үзікбау, есік, босаға, белбау, түндік, уық, киіз, шалма, басқұр, бас арқан, кереге. Шығармашылық үзіліс. Төмендегі сызбаға сүйеніп, жасырынған сөздерден жұмбақты тауып оқы, шешуін тап. Олай болса, алдымен орналастырып алайық. Яғни меңзер бойынша әріптерді орналастырып шықтық. Ал енді бірге оқып көрейік. Қабырғасы тор көз, төбесінде зор көз. Балалар, қабырғасы тор көз, төбесінде зор көз. Бұл жұмбақтың шешуі не екен? Мұқият ойланамыз. Жұмбақтың шешуі киіз үй. Олай болса, шешуіндегі сөзбен сөйлем құрап жазыңдар. Киіз үй тарихымыздағы ең алғашқы сәулеттік құрылыс.
Керегеде орналасқан әріптерден 5 сөз құра. Сонда сен киіз үйдің жабдықтарын атауын білетін боласың. Балалар, керегеде орналасқан әріптерден киіз үйдің жабдықтарының атауы берілген. Соны табуға тырыс. Мысалы, мұнда уық деп жазылып тұр. Уық. Босаға. Әрі қарай өз бетінше тауып көр. Бүгінгі сабақ аяқталды. Сау болыңдар.